Бүгін ұйқыға жатар алдын бір нәрсені білуің керек. Сен армандаған өмір алыс емес. Сенің миың, түйсігің сен ойлағанның бәрін сіңіріп алады. Ол мейлі қорқыныш, сенімсіздік болсын, мейлі сенімділік болсын. Мүмкін сенде айналаңдағы адамдар, келеңсіз жағдайлар саған сенімсіздік сыйлаған шығар. Бірақ енді бәрін өз қолыңа алатын уақыт келді. Түп санаңды, өміріңді, ойыңды, айналаңдағы жағдайларды өзгертуге дайын болсаң, осы видеода айтылған кеңестерге құлақ ас. Енді елестет, таңда өз армандаған өмірде оянасың. Тыныштық, жетістік, армандарың орындалған. Мүмкін емес те естіледі ме? Бірақ бұның құпиясы сен күнделікті ұйықтар алдын жасап жатқаныңа, ойыңа байланысты. Осылай айтсам сенесің бе? Көп адам сенбеуі мүмкін. Бірақ ұйықтар алдыңғы ой келесі күнге әсер етеді. Ол ой ойыңнан шығып кетуі мүмкін. Бірақ күнделікті үзбей жасалған әдет ойдың түбінде жиналықталады. Түпкі сана, түпкі сезім демалмайды, ұмытып қалмайды. Ол барлық мәліметтерді қорытады. Жаман ой ойласаң, ол оны жаттап алады да, келесі күні соны есіңе салып отырады. Ал егер жақсы ой ойласаң, шүкір етсең, келесі күні тек қана жақсылықты есіңе салып отырады. Ми қазіргі шындық пен өтірікті айыра алмайды. Жақсы ой ойлап, көзіңе елестетіп, армандап, эмоция қоса алсаң, ми оны болып жатыр деп ойлайды. Түні бойы сол эмоциямен саған сенім береді. Табысты адамдар дәл осылай жасайды. Олар тек жетістіктерін ғана ойлайды. Соны елестетіп, жүзеге асырады. Бұл ғылыми дәлелденген. Екі фаза арасы өте маңызды. Ол қандай фаза? Яғни ояу кезбен ұйқыға толық кетіп бара жатқан аралық. Осы фаза өте маңызды. Күнделікті тек жаман оймен ұйықтап жүрсең, бүгіннен бастап ойыңды өзгерт. Ойды тазалаудың пайдасы өте көп. Ойды тазалауды бүгіннен баста. Жақсы ойла, шүкір ет. Ертеңгі күнге ниет ет. Елестет. Жетістіктеріңді, үйіңді, денсаулығыңды, балаларыңды. Күнде осыны әдетке айналдыр. Төсегің жайлы болсын. Бүкіл қиын мәселенің барлығын жаратушыға тапсыр. Сенің уайымың тек қана оның разылығын алу болсын. Өмірің жеңілдейді. Бастапқыда өте қиын болуы мүмкін. Бірақ та уақыт өте жеңіл болып, өмірің өзгере бастайды. Ұйқың тыныш болады, санаң тазарады. Тәуекел ет, жүгің жеңілдейді. Өзіңді қинама, өзіңді кінәлама, өзіңе көп жүк артпа. Сен өзіңді жақсы көр. Ертеңгі күнге сенім арт.